Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын сүзбелі булочка жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Бізге жылы сүт қажет. Жылы сүтімізге 1 чай қасық дрожж қосып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Енді бір үлкен ыдысқа сүзбемізді салып, оның үстіне 1 жұмыртқа, 100 грамм қант және де ерітілген сары майымызды құйып, барлығын араластырамыз. Вилкамен де араластырсаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, осының үстіне жаңағы қойып қойған жылы сүтімізді қосамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді осының үстіне ұн қосып, қамырымызды илейміз. Илеп болғаннан кейін қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін қамырымыз осылай көтерілуі қажет. Енді оны ыдысынан алып, бөліктерге бөлеміз. Менде жалпы 8 бөлік шықты. Оның әрқайсысын дөңгелек формаға келтіреміз. Енді әр дөңгелекті алып, қолымыздың көмегімен дөңгелек формаға келтіріп, жайып шығамыз. Енді оның ішіне салмасын саламыз. Менде сүзбе кішкене қалғандықтан, сүзбені және де малинаның вареньясын қосып шықтым. Салмасына сүзбенің өзін немесе варенье, немесе вареный сгущенка қоссаңыздар болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Қалған дөңгелек формалардың барлығында осылай жасап шығамыз. Яғни қолымызбен жайып, салмасын салып, ораймыз.
Жалпы оралған 8 булочка шықты. Оны формаға саламыз. Форманың үстіне булочкаларымыз жабыс қалмас үшін ұн себуіміз қажет. Және де әр булочканы жұмыртқамен жағып шығамыз. Енді дайын болған булочкаларымызды қызып тұрған 180 градус духовкада 40 минут ішінде пісіріп шығамыз. 40 минуттан кейін булочкаларымыз осылай қып-қызыл әп-әдемі жұмсақ болып шығады. Оның әр қайсысына сахарная пудра сеуіп шығамыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!